Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша еліміздің жер бедері қандай тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, жердегі тіршілікке ғарыш әсерін анықтау, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Дескрипторы еліміздің жер бедерінің ерекшелігімен танысамыз. Еліміздің жер бедері алуан түрлі. Онда биік таулар мен қыраттар, жазықтар мен ойпаттар бар. Жазықтар физикалық картада жасылмен боялады. Ал ежелгі теңіз, олар ежелгі теңіз немесе көлдің орнында пайда болған. Картада жасыл бояудың үстіне сарғыш тақ түсіруі арқылы төбелі жазықты белгілейді. Төбелер бір-бірімен жалғасып қырат құрайды. Таулар картада қоңыр түске боялады. Тау биіктеген сайын картадағы қоңыр түс қоюлана түседі. Биік таулардың басынан қысы-жазы қар мен мұз кетпейді. Арасында сарқырап тау өзені ағып жатқан терең шатқалдар бар. Биік тау беткейінде орман өседі. Қазақстанның ең биік нүктесі Іле Алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ең төмен нүктесі Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Еліміздегі табиғаты мен жер бедері ерекше аймақтың бірі Үстірт. Ендеше осы ерекше аймақты бейнежазбадан тамашалайық. Қандай керемет емес пе, иә? Қазақстан аумағы көрікті, құнарлы жерлерге бай ғой шіркін. Ал сенің Шарын шатқалы жайлы естуің бар ма? Шарын шатқалы Қазақстандағы қайталанбас әсем жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километр. Шатқалдың ортасынан Шарын өзені ағып жатыр. Көркіне көз тоймайтын әсем жер Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Ендеше толығырақ мәлімет алу үшін бейнежазбаны тамашалайық. Қазақстанның ең сұлу жерлерінің бірі Шарын шатқалы. Ол жер қыртысының жарылуынан пайда болған. Жердің түбінде үлкен Іле Жетісу өзенінің ірі саласы Шарын өзені ағып жатыр. Шарын Алматы облысы Кеген ауданындағы Кетпен жотасының баурайынан бастау алады. Миллиондаған жылдар бойы бұл өзен қабырғасы берік жартастар арасынан өзіне жол салған. Су мен желге мүжілгендіктен осындай қалыпқа жеткен.
Шарын арнасына апаратын жол кетпен және үлкен бөтеті тау жоталарының арасында жатқан сөгеті даласы арқылы өтеді. Жердің бергі тегіс бетінен каньон көрінбейді. Тек құлама жартастың шетіне барғанда ғана оның ойдым үлкен шұңқырын, кейбір жерлерде 200 метрге жететін тереңдікті көргенде таң тамаша қаласың. Шарынның ең тартымды жерінің бірі Қорған алқабы. Есіңде сақта, еліміздің шығысы мен оңтүстігі таулы, ал солтүстігі мен батысы жазық келеді. Енді сендерге үй тапсырмасы. Зерттеу жұмысын жүргізіңдер. Елімізді жер бедері қандай екенін, жазықтар мен таулардың физикалық картада қалай берілуі жайлы зерттеу жұмысын жүргізіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.